Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қалдарыңыз қалай? Дендеріңізде саулық, бастарыңызға амандық тілеймін. Бізде бүгінгі күн 20 мамыр 2026 жыл, сәрсенбі күні, кешкілік уақыт. Жауын жауып тұр. Осы бір апта жауын болады деген. Кеше түске дейін жауды. Күн ашылып кетті. Одан бүгін қателеспесем 25-30 градусқа дейін күн ыстық болған. Сонымен жарты сағаттай болды. Қазір сағат 7-нің уақыты. Жарты сағаттай болды, жауын басталды. Нөсер жауын ұрып жатыр. Қойлардың бәрі бүрісіп болды. Сразу күйіп бастап кетті. Ар жақта бір машиналар жүр. Сиыр әкетіп жатыр дейді. Осы мүсіп-мүсіп. Қойлардың күйі осы. Қырқылғаннан кейін алдында сәуірдің ортасында бір 170 бас мал қосқанбыз. Құрбан айтқа дейін жүре тұрсын деп өзіміздің бір туысқандарымыз. Сонымен оны алып кетті 4-5 күн бұрын. Сонымен қой азайды. Қазір өзіміздің қойлар қалды енді. Ар жағын бәрі ашық болып тұр. Аяғы ашық күн. Ар жағы жабық болып тұр. Найзағай жарқылдап күн күркіреп тұр. Осы бір апта жауын деп тұрған сол болып жатыр ғой. Сол бізде айта кетерлік жаңалық жоқ. Қойдың қырыққан орны. Аяқтан күн шығып тұр. Жауын жауып тұр. Жерді суы жүрді. Бірақ сіңіп кетеді ғой. Бұяқтың бәрі, біз жақтың бәрі, астың бәрі құм, сонымен сіңіп кетеді. Анау дөненіміз ар жақта пайда болып тұр. Қойлардың бәрі туып болды. Басқа туатын қой жоқ енді осымен тіпті. Ешектер жүр, мінілетін. Олар қайтып барады. Сол бізде жаңалық жоқ. Осылай жауып тұр. Аларды ары қарай ұзарту керек. Түкпеген. Бұзаулар бөсіп қалды. Еркек, анау еркек. Екі бұзау сыртта жаңа сиыр сауайында отқан жаңбыр жауып кетті. Сонымен тоқтап қалдық. Аларды жауын басылғансын байлаймыз, сонымен сауып аламыз. Сиырлардың сүті аз бізде. 6 сиыр, 5 сиыр сауылады. 5 сиырдан 15 литр сүт шығама. Сиырларды да породасын ауыстыру керек. Басы қаңылтырмен жабылған арты. Басында қамыспен жабылған осындай. Бірінші жылы бұзаулар жүрді, сонымен жайып қойды, сонымен қаңылтырмен жауып тастадық, сеткімен. Шөп. Үйдегі орылған шөптерді осыға тасып отыр, жайлап. Күнделікті огородта жылынған шөптерді өйстіп жылып бұзауларға кетіп беріп отыр. Картошка еккенбіз, оларда шықты, бір суғарып алдық. Енді Құдай қаласа түбін үйіп қайттан бір суғарамыз ғой. Қазір ар жаққа барып тауықтарды түсіреміз. Тауықтар осы. Маяқта қазір 6 тауық. Астында 100-ден аса балапан бар. Енді шығаратын 4 тауық. Маяқта оның ішінде 1 тауықпен 5 тауық қалды. Алдында қамаған орамыз клеенканың бәрін желтіріп жыртып кетті. Аяқта 1 тауық. Бүгін шығардық бұны.
Аяқта кеше шыққан тауықтар екеу. Бұлардың астында да балапан бар. Мынаның астында 17 бар. Мына екеуін білмедім, санамадым. Бір 130-дай бар балапан болып тұр. Құдайға шүкір. Енді ар жақтағы 4 тауық шығарса 200-ге жетіп қалатын шығар. Құдай қаласа. Сол жемдерін береміз. Көк пияз турап береміз, кішкентай кезінде жем береміз, жұмыртқа қайнатып береміз. Өскеннен кейін таза жеммен тұрады бұлар. Еркектерін күзге қарай, қысқа қарай сатамыз. Сонымен азайтамыз ғой. Биыл Құдай қаласа осы жақта қыстаймыз деп отыр. Сол кезде тиіспеуіміз де мүмкін. Сонымен көбейтіп аламыз басын. Бір көбейтіп алсақ болды, сонымен өздері айнала береді. Мына жақта жай тауықтар бар. Тауық байт собишатыс тауығымыз. Бұның астында да бір 7 балапан бар. Өздері кіріп шығып жүре береді. Үйренді бұларда. Аяқта бір тауық бар та. Бұл тауық қысқа қарай шығарған тұғын бір 7 балапан. Биылда шығарды бір 8-ге жуық. 8 балапан шығарды. Балапандар жамырауын астына кіріп шықпай тұр. Бір балапан тұр. Сонымен болды. Бір тауық бар. Алдында шығатын күн жақындап қалғанда тұрып кетіпті. Сонымен бір балапан шығып, қалған балапандар өліп қапты. Сол, бізде жаңалық жоқ. Осы жаңалық. Бар болыңыздар, аман болыңыздар, сау болыңыздар.